Сәлем достар, бүгін сіздерге үй жағдайында бірақ ингредиентпен өздеріңіздің қалаған жемістеріңізбен жасауға болатын, дәмі де ерекше болып шығатын балмұздақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Балмұздағымызды бір ғана сгущенкадан жасайтын боламыз, ал жемістер өз қалауларыңызбен бағана айтып кеткенімдей мен клубника, яғни құлпынай бананмен жасайтын боламын. Сіздер бір ғана клубника қосып, немесе бір ғана банан қосып, немесе бір ғана малина қосып, или киви қосып жасасаңыздар болады. Барлығы өз қалауларыңызбен қалай жасауларыңыз келеді, солай жасасаңыздар болады. Тек бір сгущенкадан жасасаңыздар дәмі, сүттің дәмі шығып өте қатты тәтті болып кетеді. Міндетті түрде ішіне бір жеміс қосыңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: банан, клубника, сгущенка. Блендермен езетін боламын, миксермен миксерлейтін боламын, балмұздақтың ыдыстарына салып жасайтын боламын. Балмұздақтың ыдысы жоқ болса, кәдімгі бір ғана үлкенірек ыдысқа салып жасай берсеңіздер болады. Құлпынайдың сабағын алып тазалап аламыз. Тазалап алған құлпынайыма бананымды ашып кесіп алдым. Бананымды салып блендерлайтын боламыз. Егер сіздердің үйлеріңізде блендер жоқ болса, онда кәдімгі вилканың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Блендерлап алған массамыздың үстіне сгущенка құямыз. 400 грамм сгущенкадан балмұздақ жасайтын боламыз. Бірдей масса болғанша миксерлеп аламыз. Мороженыйның сыртына ганаш жасайтын боламын. Біздің балалар шоколадный мороженое жақсы көргендіктен ганаш жасаймын. Ганаш жасамай қойсаңыздар да болады, оның барлық қалауларыңызбен. Егерде ганаш жасайтын болсаңыздар, 100 грамм шоколадқа 45 грамм сұйық май құйып жасайтын боламыз. Кез келген сүтті шоколад болады, кез келген ақ шоколадпен жасасаңыздар да болады. Осы жерде айтып кетейін, қыздар, бір сгущенкадан жасағаннан, сыртында ганаш болғаннан тәтті болып кетпейді мороженаларыңыз. Ішінде жеміс болғандықтан жемістің дәмі шығып, сгущенканың дәмі қатты, тәттілігі білінбей кетеді. Ганашымызды осылай мороженое жасайтын ыдысымызға құйып, жан-жағына жағып, морозилкаға 20-25 минутқа қойып, ганашымызды қатырып аламыз. Ганашымыз формамызға жақсылап жағылу үшін біз ганашымызды еріткеннен кейін бір 5-6 минутқа қойып қоямыз. Біздің ганашымыз кішкене қоюлану үшін, қоюланғаннан кейін барып үстіп жақсаңыздар, сіздердің ганаштарыңыз қоюланып жақсы жағылатын болады. Бірінші жасаған формамды морозилкаға салып қойдым. Ең бірінші осы формама ганашымды құйып қатырып алғанмын. Қарап тұрсаңыздар, ішінде шоколадты қатқан. Енді ішіне жасаған массамызды құйып морозилкаға жоқ дегенде 4-5 сағат салып қатырып аламыз мороженаларымызды. 10 дана балмұздақ шықты, 6-ы осындай формада, 4-еуін балдың кішігірім ыдысына құйып морозилкаға қатырып қойдым. Балмұздақтарымды морозилкаға 5 сағат ұстадым. Енді ганашымды сыртына жағатын боламын. Қайтадан ганаш жаққаннан кейін морозилкаға қоюдың қажеті жоқ. Балмұздақтарымыз мұздай болғандықтан ганаш жаққаннан кейін 2-3 минутта уже біздің ганаштарымыз. Бағана айтып өткенімде балдың ыдыстарына мен мороженойды салып қойғанмын. Сол 4 мороженойдың біреуі сіздерге көрсетейін деп қойдым. 3-еуін уже балалар сұрап жеп қойды. Силикон ыдыстан осындай балмұздақтарымыздың ганашы әдемі болып шығады. Менде ганаш кішкене формадан шығыңқырап жағылғандықтан менде ганаштарым сыртына шығыңқырап тұр. Сол себептен мен кішкене сындырып алып жатырмын ганаштарын. Онда тұрған ешнәрсе жоқ. Ең бастысы дәмі деген өте керемет дәмді. Банан мен малинаның, клубниканың дәмі шығып өте керемет болған балмұздақтарымыз.
егер де сіздер толықтай ганаш шығамын, осылай жан жағы ганаш жағылмаған қаламасаңыздар, тағы да ганаштарыңызды жағып қойсаңыздар болады. Ганаш бірден қатып қалады. Бағана көргендеріңіздей осындай әдемі болып шығады. Жан-жағында шығып тұрған артық шоколадты формадан алғаннан кейін кішігірім пышақпен алып тастасаңыздар болады. Егер де видеоны дәл осы жерге дейін көрсеңіздер, сіздерге менің балмұздақ жасаған тәсілім ұнаса, лайк қойып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.